Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін 58-ші беттен 62-ші бетке дейінгі жаттығуларды жасаймыз. Сонымен біздің 5-ші юнитіміз аяқталады. 5C, exercise 1 and 2, page number 58, about қыз жібек. That is exercise 1, look at the pictures and the title. Who is қыз жібек? Менен анық көрінбейді слайдтан. Телефоннан майда-майда болып тұрады жазулары. What do you know about the story of қыз жібек? Discuss in pairs. Яғни бізге айтып тұр, мына жерде қыз жібектің мәтінін оқу керек негізі. Осыны оқып, жалпы қыз жібекті білетіндер сол туралы сұрақ қойып тұр ғой енді. Қыз жібек is famous character from a Kazakh epic poem. She is a beautiful, smart and a kind girl. Ол кім дегенде ақылды, сұлу, өте мейірімді қыз деп жазылып тұр, иә. Ол қандай қыз жібек деген не туралы екен, мына жерде бәрі жазылып тұр. Төлеген мен қыз жібек деген атақты қазақтың несі. Бірінші жаттығудың жауабы. Екінші жаттығудың жауабы мынау: Төлеген is the man қыз жібек falls in love with. Бекежан is the leader of қыз жібек's tribe. Базарбай is Төлеген's father. 3-тен 8-ге дейінгі жаттығу 59-ші бетте. Осыларды жалғастырып жазамыз. 3-ші жаттығудың жауабы 1-ден 4-ге дейін. 4-ші жаттығудың жауабы мына жерде характерін жазу керек. Үшеуінің: қыз жібектің, Төлегеннің, Бекежанның. Сіздерде кесте берілген. Осылай жазып қойып тоқтатып жазып алыңыздар. 5-ші жаттығудың жауабы 59-ші беттегі. 6-ші жаттығудың A жауабы ABCD деп G-ге дейін жазылған санның реті бойынша жазылу керек. 6-ші жаттығудың B жауабы 59-ші беттегі. Міне тоқтатып жазып алыңыздар. Қыз жібек туралы жазылған ғой. Қыз жібек деген қандай адам, ол кіммен бірге болады, немесе кіммен кездескен, қайда кездескен деген. 7-ші жаттығу бізде 59-ші бетте сурет салу деген. Енді қыз жібектің әртүрлі фотоларын алып сурет саластыр ғой. Енді дәптерге саластырма, мұғалімдеріңізді айтатын болса. 8-ші жаттығудың жауабы: Төлеген sees his attackers waiting for him and goes another way. He and the қыз жібек run away together and live happily ever after. Бірінші жаттығу 60-ші бетте Айша бибі туралы. Жауабы осы болады. Бірінші жаттығудың ары қарай 2-ден бастапқы жаттығулар 61-ші бетте уже бізде. 2 мен 6-шы жаттығу 61-ші бетте. 2-ші жаттығудың жауабы CAB осы болады. 3-ші жаттығудың жауабы 1-ден 4-ге дейін. Бұл жерде бізде Айша бибі деген жаңа үлкен текст бар ғой. Сол тексттен қойылған тапсырмалар ғой, солардың жауаптары. 4-ші жаттығудың жауабы 1-ден 5-ге дейін осы болады. 5-ші жаттығудың жауабы мына жерде 4-ші жаттығу мынау 5-ші жаттығу many, few, less, more, much. 6-ші жаттығудың жауабы бізде сурет салу делінген екен. Және сол суретті 6-ші жаттығудың B жауабында осы суретке қарап сипаттап беріңіз деген. Енді Айша бибінің жаңағы әртүрлі суреттерін тауып алып жазыңыздар. Сонда B жауабында a long time ago the Khan of Taraz. Негізі қандай суретін тапсаңыздар да сипаттамасы осындай болады. Өйткені барлығы бір история ғой, бір тарих. Айша бибі, Қарахан дегендердің барлығы. Мынау жалғасы осы 6-шы B жаттығуының жалғасы. Өте көп қылып жазып қойыппын мына жерде. Арасынан теріп алып жазсаңыздар да болады. Аударып алыңыздар. 1-ші жаттығу мен 6-шы жаттығу 62-ші бетте. Бізде entertainment уже 5-ші модульдің аяқталуы. 1-ші жаттығудың жауабы A және B екі адамның өзінің ойы туралы айтылуы. Яғни диалог болғанда ұзақ сөйлеспейді, тек қана өзінің quotation туралы, не мағына беретін туралы айтады. 2-ші жаттығудың жауабы 62-ші беттегі 1-ден 5-ге дейін болады. Сосын сонымен келісесің ба, келіспейсің ба, сол туралы болады қасындағы жауап. 3-ші жаттығудың жауабы true, false. 62-ші беттегі 4-ші жаттығудың жауабы 1-ден 8-ге дейін. Мен 8 түрлі жалпы осы 5-ші юниттегі кез келген тақырыптың ішінен бір сөйлем жазасың да, соның true немесе false екенін жазасың ғой. Жақшаның ішінде F деген false, T деген true.
дұрыс емес деген сөзде. Бесінші жаттығудың жауабы the song is about living in the moment. Алтыншы жаттығудың жауабы осы болады. Тоқтатып жазып алыңыздар. I think we can learn a lot about other people and the place from books, and when we read about other people, the adventures inspires us to have some of our own дейді. Осымен біздің барлық жаттығуларымыз аяқталды. Келесі сабақ 6-шы юниттен бастайтын боламыз. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақ кездескенше сау болыңыздар.